Баршаңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Азамат. 16 шілде күні, яғни өткен жексенбі күні қандас бауырымыз батырымыз Азат Мақсұм UFC-дегі алғашқы жекпе-жегін өткізіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Осылай Азаттың рекорды 17-0-ге жетіп, Шавкат Рахмоновпен тең болды. Ең қызығы, сол жекпе-жек біздің қазақстандық ММА үшін тарихи болған. Таза қазақстандық өнім Азат Мақсұм әлемнің ең үздік лигасында алғашқы жекпе-жегін өткізе ғана қоймай, бірден жеңіске қол жеткізді. Бұл біздің индустрия үшін бір белес. 5 жыл бұрын жай ғана UFC-ге қол жеткізуді армандап жүріп, енді тікелей өзіміздің лигалардан сол жаққа спортшыларды аттандыра алатын халге де жеттік. Себебі ұзақ уақыт бойы мұхиттың арғы жағына жету үшін енді Ресей бізге керек емес. Талай спортшымыз сол жақта спорттық тағдырын құртты ғой, амалсыздан. Енді Қазақстандағы ММА индустриясына жаңа дәуір келді. Алғашқы жекпе-жекте Азат Мақсұм 39 жастағы тәжірибелі американдық Тайсон Нейммен кездесті. Жасына қарамастан ауыр соққыға ие. Али Багаудинов пен Одди Осборн атты жақсы жауынгерлерді ұйықтатқан болатын. Азат бастан-ақ фаворит болған, алайда халықтың назарынан жауапкершіліктен сескеніп жанып кетпесе екен деген қорқыныш болды. Біреуді таң қалдыру, қырып жойып бонус алу деген ойдан аулақ болып, өз жұмысын атқарып шықса, сол да жетіп жатыр деген оймен исатаяған бөліскен болатын. Дәл қазір біз осы Азат Мақсұм мен Тайсон Неймнің жекпе-жегі бойынша толықтай талдау жасап, ненің арқасында Азат жеңіске жеткені жайлы және қандай қателіктер болғаны жайлы сөз қозғайтын боламыз. Айтып кететін жайт, бұл талдау бірден жекпе-жектен соң шығу керек еді. Алайда бұндай затқа немқұрайлы қарамай, қазақ аудиториясына орысша сөйлейтіндер секілді өтірік хайп үшін ғана жасамай, толығымен кәсіпқой талдау жасау керек деген шешімге келген болатынмын. Сол үшін ғана бұл видеоны сәл кештеу шығардық, түсіністікпен қарайтын шығарсыздар деген ойдамын. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Азатқа тәжірибелі Тайсон Нейм қарсы шықты. 40 жасқа жақындап қалған Тайсон 35 жекпе-жек өткізіп 21-де жеңіске жеткен. Атақты қарсыластардың ішінен Марлон Мораес, Али Багаудинов, Жалғас Жұмағұлов, Сержио Петич және Кай Кара-Франсты атап кетсем болады. Біраз уақыт бұрын UFC-дің топ 15 рейтингінде орын алып, Азатпен кездеспей тұрып шығып кеткен болатын. Кезінде Жалғас Жұмағұлов пен Fight Night Global чемпиондық белбеуі үшін төбелескен. Сол жекпе-жекте қандас бауырымыз Жалғас төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын. Одан бұрын дағыстандық топ жауынгер Али Багаудиновты таза нокаутпен жеңген еді. Сонымен қатар тағы бір жерлесіміз Асу Алмабаевтың UFC-дегі алғашқы қарсыласы болатын Одди Осборнды да таза нокаутпен жеңген еді. Бұдан басқа көршілес өзбекстандық жауынгер Зару Хадашевті де таза нокаутқа жіберіп жеңіске жеткен. Қорытындылай келе, Тайсон Нейм өте тәжірибелі ауыр соққыға ие әмбебап жауынгер. Мансапын 2006 жылы бастап WSOF, Шута Бразил және Fight Night Global промоушендерінде өнер көрсетіп келген. UFC-ге қосылып бірден Энтони Петтистің туған інісі Сержио Петтиспен кездесіп, төрешілердің шешімімен жеңіліс тапты. Кейін қазіргі топ Кай Кара-Франспен кездесіп, дәл солай төрешілердің шешімімен жеңіліп қалды. Жеңіс пен жеңілісті қатар ұстап, Азат Мақсұммен кездесті. Мүлде жеңіліп көрмеген Азат бұл жекпе-жекке Октагон лигасының чемпионы ретінде талантты проспект болып келді. Бірде-бір рет жеңіліп көрмеген 16-0 рекордына ие Азат барлығының көзінше фаворит болып тұрды. Жекпе-жек басталысымен Азат бірден октагонның ортасына алып, қарқынды прессинг жасап, бірінші нөмірде жұмыс жасауға тырысты. Тәжірибелі ударник Тайсон Нейм арқашықтан жұмыс жасауды көздеген болатын. Алайда Азат алғашқы жекпе-жегінде күреспей сойкада соққы алмасуды таңдаған болатын. Мүмкін бұл дұрыс шешім шығар, бірақ менің ойымша бірден тейкдаун жасап, жоғары сатыдан ground and pound соққыларын тастаған дұрыс болар. Жекпе-жектің басында екі жауынгер финттерді қолданып, қарсыласының өзіне тартқысы келді. Дегенмен Азат алғашқы минуттан бастап қарсыласының басын көздеп, біраз рет дәл соққылар тастады. Тайсон Нейм әр кезде жақын арақашықта разменге кіруге тырысты, бірақ әр жағдайда бұдан Азат жеңімпаз болып, біраз соққыларды дәл тигізіп жүрді. Кейін раундтың ортасында Азат екі аяққа тейкдаун жасағысы келді. Алайда Тайсон Нейм еш қиналмай бұдан қорғанды, және бұл жерде алғашқы қателікті байқадым. Бұған дейінгі жекпе-жектерде Азат алдымен фейк ретінде соққы жасап қана тейкдаун жасайтын. Ал бұл жерде орташа қашықтықтан жасалған тейкдаун бірден тоқтатылып тастады. Кейін Азат қарымта соққымен Тайсон Неймді жазалаған болатын. Әр кезде Азат бірінші нөмірмен шабуылдап, біраз соққы сериясымен көзге түсіп отыр. Кейін 4 минуттың басында қайтадан еш фейксіз жасалған тейкдаун бекер кетті. Алайда біраз лоу-киктер өткізіліп алды. Соның ішінде калф-киктер. Ал бұл ахилловый сухожилие ететін қозғалысы шектейтін кикбоксерлердің ауыр киктерінің бірі. Бұны Дастин Порье Конорға қарсы болған екінші жекпе-жекте жақсы қолданып қозғалысын шектеді. Сонымен қатар Майкл Чендлер аяқсыз қалуға шамалы қалған. Осыны кесірінен Азат біраз рет шалынып қала берді. Раунд соңында Тайсон Неймнің соққысына жақсы тайминг ұстап, қарымта шабуыл ретінде тейкдаун жасады. Солай алғашқы раунд
раундта Азат өз қоржынына қосып отыр. Амбидекстер ретінде оң жақ және сол жақ стойкадан өзін керемет көрсетті. Бірақ міндетті түрде күресті қосуы керек. Ары қарай стойкада жүрсек, Головкиктер біраз қиыншылықтарды алып келуі мүмкін. Екінші раундта Тайсон Нэм разменге кіруді көздегенімен әрдайым Азаттан соққы өткізіп алып жүрді. Себебі жақын ара қашықтықтан шыққан кезде боксерлік мектептерде үйреткендей қолдарын көтеріп жағын жағып шығудың орнына муайтай және карате тәсіліндегі қолдарын түсіріп жүруі. Азаттың осы раундта жасаған дұрыс қимылдардың бірі ара қашықтықты, яғни дистанцияны бұзу үшін тіземен соққы жасап, ары қарай екі қолымен соққылардың қосылуы. Кейін Азат Тайсон Нэмнің қателігін қолданып дұрысынан жазалаған болатын. Осы жерде Тайсон Нэмнің стоячий нокдаунға түсуіне шамалы қалды. Ары қарай Шавкат секілді қосылуға болатын еді. Алайда кітапта жазылған нұсқауда жұмыс жасауды жалғастырды. Содан Тайсон Нэм осы жекпе-жектегі алғашқы соққыларын тигізе бастады. Сонда да Азат қайтадан дайындалмаған тейкдаундар жасауға тырысуда. Бірақ Тайсон бұны толығымен оқып қорғанып жүр. Азат әр кезде соққыларды сериямен жасап, қарымта шабуыл ретінде ара қашықтықты тіземен соққы жасап жақсы жұмыс істеуде. Раунд соңында Азат өте жақсы таймен қолданып, лоу-кик жасаған Тайсонның беті ашылғанда дәл соққылармен қайтадан стоячий нокдаунға жетуге шамалы қалды. Алайда қайтадан біраз ауыр лоу-киктер өткізіп алып жүр. Осы раунд Азаттың қоржынына қосылады. Раундтар бойынша 2-0. Келесі соңғы раундқа көшейік. Үшінші раундта Азат қайтадан алдыңға аяғын ашып лоу-киктерге беріп тұр. Кай Кара Франц, Брэндон Морено және Александр Пантожа секілді топтар бұл қателікті кешірмей жазалайды. Сондықтан міндетті түрде осыған жұмыс жасау керек. Соңғы раунд бастапқы екеуіне ұқсамай пассивті рөлде жүруде. Сол үшін Тайсон бірінші нөмірде жұмыс жасай бастады. Және Азаттың сол жақ аяғы зақымдалғанын байқауымызға болады. Раунд соңына таман Тайсон толығымен қосылып жеңіске жету үшін барлығын жасауда. Алайда дәл, яғни акцентированный соққылармен Азат әлі де басым түсуде. Раунд соңында Азат екі амплитудалы слэм жасап жекпе-жекті аяқтап отыр. Мен үшін есеп 2-1. Соңғы раундта Нэм лоу-киктермен соңғы минуттағы тырысқаны үшін ғана қоржынына қосып отыр. Менімен екі төреші келіскенімен көзі соқыр кәрі қақпас Брайан Пучильо екінші және үшінші раундты беріп отыр. Екі рет стоячий нокдаунда болған Тайсон Нэмге қалай екінші раундты береді? Түсініксіз. Осы төрешілердің арасында әрдайым бір далбан отырады. Дегенмен жеңістің аты жеңіс. Жекпе-жек тартысты өтті. Лоу-киктермен Азаттың мазасын алғанымен азаттылығын танытып тексерістен өтті. Және де Азат бірден бұл бизнестің қандай екенін біліп, Нурадин және де Қайрат ағаларымыздың қолдауында келесі жекпе-жекте Джошуа Ванды көргім келеді деп отыр. Бір 3 ай, 4 ай мезгілінде жетеді сияқты негізі дайындығымды. Әрине біздің Жалғас деген ағамыз бар, соны отқан Джошуа Ван деген жігіт өте маған қызық негізі сонымен бой өткізуге. Өйткені оны бүкіл аудитория біледі, біздің қазақ елі біледі. Бір жағынан Жалғас ағамыздан кішкене өзім кек алғым келеді, айтқан кезде. Бұл менің ойымша дұрыс. Маған бәрібір кімді берсеңдер, жеріңдер төбелесе берем дегеннен гөрі бірден кіммен және қашан төбелескенді айтып отқан дұрыс болар. Және жай ғана айтпай, бауырымыз Жалғасты отқан Джошуа Ванды жекпе-жекке шақырып кек аламы деп Инстаграмда кішігірім трэш-ток бастап кетті. Азаттың командасының айтуы бойынша келесі жекпе-жек 21 қазан күні Абу-Даби қаласында өтуі мүмкін. Сондықтан 4 ай ішінде осы жекпе-жекте жіберген қателіктерді дұрыстап чемпиондыққа жол ашайық. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат, саламатта көріскенше сау болыңыздар.